Сәлем достар, өткендегі қазақша кәжекейімізді тігіп алмас бұрын ең бірінші пішу қажет болады. Сол бүгін осы видеода пішуді үйренеміз. Ең бірінші бізге өлшемдер бойынша төс айналымының ұзындығы қажет, және де бел айналымының ұзындығы қажет. Сонымен қатар бөксе айналымы ол іштің шығыңқы бөлігімен бірге есептейміз. Яғни ішіміздің шығыңқы бөлігінен сызғышты төмен қарай түсіріп, бөксемізді сол сызғышпен бірге айналдырғандағы өлшемімізді аламыз. Яғни бұл біздің жалпы өзіміздің көлемімізді білдіреді. Келесі өлшеміміз ол біздің алдыңғы бөлігіміздің ұзындығы, яғни мойыннан бастап төс арқылы өткен және белге дейінгі ұзындық, арқаныкі да сол секілді жауырын арқылы өткен ұзындық белге дейінгі. Енді біз мысалға мынаны мата деп елестететін болсақ, мынау бізде ені 1,5 метрлік, және де біздің мына жағы 1 метр өлшеп алған, біздің базардан сатып алған 1 метр матамызда, ал мына жағы 1,5 метр өзінің стандарттық ені деп есептейік. Енді осы матаны біз екіге бүктеуіміз қажет. Бүктеп алғаннан кейін біз енді бүктеген жағымыз, біздің жалпы бүтін жағымыз, ол жақта біздің кәжекейіміздің артқы бөлігі орналасады. Спинка дейміз, яғни ол ешқандай да екіге бөлінбейді артқы бөлігі, сондықтан да ашқан кезде бүтіндей болу үшін артқы бөлігін біз осы жаққа оны сызатын боламыз. Міне арқасы деп жазып қоямын мына жағы, сол жағымызды, оң жағымыз ол алдыңғы бөлігі. Алды, яғни кәжекейіміздің. Енді өзін осының 3 деңгейге бөлу керек бізде. Яғни бөксе деңгейі біздің кәжекейіміздің бөкседен төмен қарай түсіп тұратын. Және де бөкседен сәл жоғарырақ болған бізде ол бел деңгейі. Мінекей. Және де төс деңгейі, төсіміздің деңгейі, сосын әрі қарай мойын деңгейі. Міне осылай сіздерге түсінікті болу үшін бөліп қойдым. Енді біз осыны екіге бөліп, мына жаққа артқы, мына жаққа алдыңғы бөліктерін сызуымыз керек. Жалпы өзінің екіге центрін тауып аламыз біз осы матамыздың екіге бүктегеннен кейін. Енді қараңыздар, осы екі бөліктің әр қайсысын бөксенің айналым ұзындығын 4-ке бөліп, соған 2 сантиметрді қосамыз. Сол өлшем бойынша жасаймыз. Міне көріп тұрсыздар. Мына бөлігі бөксенің 4-ке бөліп 2 сантиметрді қостық. Мына бөлігіне де бөксені 4-ке бөліп 2 сантиметрді қостық. Соның нүктелерін тауып аламыз. Жаңа қанша болды ұзындығы мысалы. Осылай. Міне. Мысалға деп есептесек осы жер деп. Енді әрі қарай біз жоғары қарай көтерілуіміз керек, белге қарай. Ол үшін 12 сантиметрге жоғары көтерілеміз. Міне 12 сантиметр жоғарға жүрдік, және де екінші жағынан да дәл солай істейміз. 12 сантиметрге көтерілеміз. Бұл бізде алдыныкі. Енді әрі қарай тағы да көтерілуіміз керек, ол 18-20 сантиметрге көтерілеміз әрі қарай. Мына жақтан да 18-20 сантиметрге көтерілеміз. Енді қараңыздар, түсінікті болу үшін былай сызып қояйық. Енді міне қараңыздар, бағанағы бөксенің ұзындығын таптық қой, 4-ке бөліп, 2-ге бөліп. Сол сызықты мына екінші деңгейден де тауып аламыз, міне осы 12 сантиметр көтерілген жерден. Сол сызықты да сол аралық қашықтықты. Енді біз осы жерде белдің деңгейіне келіп тұрмыз, міне 18-20 сантиметр көтерілгенде. Бұл жерде қыпша бел қылуға да болады, немесе жалпы кең кәжекей қылуға да болады. Кең кәжекей қылу үшін біз төс айналымын 4-ке бөліп 2 сантиметр қосқандағы ара қашықтықты аламыз. Яғни ол сол бағанағы біздің немізге кішкене ғана тек кішірейіп тұрады бөксеміздің ұзындығынан. Мінекей осындай болады. Немесе осы жерде біз қыпша бел қылып алу үшін кәжекейімізді, ол кезде бел айналымының өлшемін аламыз. Міне мен оны көк карандашпен көрсетіп қоямын сіздерге. Егер де деген жағдайда ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Бел айналымының ұзындығын 4-ке бөлеміз. Яғни беліміз 70 сантиметр болса, біз оны 4-ке бөлеміз. 35-тен 17,5 деген сияқты мысалға. Және 2 сантиметрді қосамыз дегендей. Екі жақтан да солай жасаймыз.
белдің өлшемін 4-ке бөліп 2 сантиметр қосамыз. Міне, мысалға жобамен осылай дейік. Мына жерде нүктені кішкене қатты алыстатып жіберіп, негізі теңдей болу керек қой екі жақтан да. Бұл жаңа төс айналымы бойынша. Ал мынау бел айналымы. Енді біз ары қарай жалпы бағана есептедік алдымыздың арқаның ұзындығы жауырын арқылы өткендегі, немесе алдының төс арқылы өткендегі ұзындығы. Енді сол ұзындықты біз осы жерге жазуымыз керек, сызуымыз керек, өлшеп. Мысалға, ол 34 болды менде. Сол 34 сантиметрге жоғары қарай көтерілеміз тағы да. Соңғы нүктеден. Ал мына алдыңғы бөлігінде біздің алдыңғы өлшемімізбен есептейміз. Яғни жалпы алдының ұзындығын мойыннан бастап біздің белге дейінгі. Енді осы жерден біз нүктені тауып аламыз. Жаңағы белгілеп. Арқада ол кішкене сәл төменірек тұрса, алдыңғы бөлікте жоғарырақ тұрады. Себебі алдыңғы бөлікте бізде төсіміз, кеудеміз болғандықтан оған да сантиметр қосылады артық. Енді осы жерден біз кішкене тағы да аралықта табуымыз керек. Ол біздің сол мойыннан төске дейінгі ара қашықтық. Яғни қолтықтың деңгейі, мына қол басталатын жер, қолымыздың бөлігі басталатын жер. Соны біз төмен қарай түсуіміз керек. Мына жерде сіздерге түсінікті болу үшін мен орта жағына түсіріп көрсетіп жатырмын нүктені. Негізі шет жағынан түсіргендеріңіз дұрыс болады. Бұл жердегі ұзындық біздің төске дейінгі, бұл жерде арқасында жалпы жауырынға дейінгі ұзындық болады. Жауырыннан кішкене сәл төмен түседі, яғни төстің деңгейіндегі. Алдыңғы жағынан да мойыннан алып төске дейін өлшеп аламыз. Сол ұзындықты саламыз бұл жерге. Осы фотода көрсетілген өлшемдер бойынша шамамен ол 24-20 аралығында сантиметр болады. Міне, сіздерге көрсету үшін осылай сызып аламыз да, енді осы сызықтың ұзындығын өлшеуіміз керек болады. Ол сызықтың ұзындығын өлшеу біздің сол өзіміздің төс айналымыз бар. Соны 4-ке бөлеміз. Ешқандай да енді сантиметр ештеңе қоспаймыз, тек соны 4-ке ғана бөлеміз. Мына жерде 2 сантиметр қостық қой төс айналымына, ал бұл жерде қоспаймыз. Төс айналымын 4-ке ғана бөлеміз. Міне, нүктелерін таптық сол. Енді біз ары қарай мойын бөлігін табуымыз керек. Ол үшін кішкене 3 сантиметрде біз жоғарырақ көтерілеміз. Міне. Осыдан оңға қарай сызық сызып аламыз да 7 сантиметр белгілеп аламыз. Ол 7 сантиметрден әрі қарай тағы да 14 сантиметр жүреміз. Міне. Енді мына жердегі 7 мен 3-тің арасын дөңгелетіп қосамыз осы нүктені. Бұл бізде арқаның мойны. Жартысы, яғни арқамыздың мойнының жартысы. Енді мына нүктелерді қоссақ, бұл бізде қараңыздар бөксе, бел және де қолтық. Негізі қолтық жағын мен сызбауым керек еді, оны кейінірек видеода түсіндіріп жатам. Ол жер дұрыс емес. Мына жерде енді біз осы нүктеден қараңыздар 14 сантиметрден төмен қарай біз тағы да түсуіміз керек сол точкадан. Төменге қарай 4 сантиметр түсеміз. Енді сол 4 сантиметр түскен бөлігімізді осылай жантайта қосамыз бағанағы бөлігімен. Бұл біздің иығымыз. Бұл арқа жақтан есептегендегі иық бөлігі. Енді алдынан да солай 3 сантиметрге кішкене сәл көтерілеміз. Және де сол көтерілгеннен жоғары қарай 7 сантиметр солға жүреміз. Ол сол 7 сантиметрден тағы да 14 сантиметр солға жүреміз. Сол 14 сантиметр нүктемізден төмен қарай тағы да 4 сантиметрге төмен түсеміз. Ол бізде иығымыз. Иықты қосамыз міне. Жаңағы 7 сантиметрде алған жерімізден алдымызды белгілеп аламыз. Алдын немесе осындай үшкірдей қылуға болады қажекейіміздің. Ал мынау біздің иығымыз. Енді осылай тоже қосып шықсақ барлығын.
мына жер қосқанымыз дұрыс емес, енді оны кейін түсіндірем тағы да. Енді міне бізге тек қана қолтық қол айналымы қалып тұр бұл жерде. Енді соны ары қарай табу үшін өлшейміз. Міне мына жерде көрсетіп жатырмын, дұрыс емес деп бұл сызғаным. Қазір түсіндіремін. Міне енді осы нүктеден біз жоғары қарай жүреміз 7 сантиметр. Және де оңға қарай бұл жерде жүреміз. Бұл жерде төс айналымның ұзындығын 8-ге бөлеміз. Және де содан шыққан санды 6-ны алып тастаймыз. Мына жерде де солай, бірақ 5 сантиметрге жоғары көтерілеміз бірінші, 7 емес. Және де солға қарай төс айналымның ұзындығын 8-ге бөліп, одан 6-ны алып тастаймыз. Сол санға жылжып отырамыз солға. Міне. Енді осы мен айтып отқаным, бағана қателескен жерім, осы нүктеден қосуымыз керек. Сонда бізде кішкене болса да беліміз не қиылып шықты. Қараңыздар, осы нүктеден міне осы қосылады. Бұл біздің төске дейінгі дайын тұрған бөлшектеріміз. Енді міне мына жерде бізде қол айналымы қалып тұр. Қараңыздар, осы нүктелерді айналдыра отырып қосып шығамыз. Ақырын жүре ойықтата отырып қосамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Негізі, егерде өлшемдерін нақты сызып есептегенде осыған ұқсас эскиз шықпайды, яғни нақты эскизі шығады. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай жобамен жасағандықтан аяғы түсіңкі, қолы жалпақ болып кетіп жатыр. Мысалға, нағыз өлшемін есептеп сызған кезде бұлай болмайды. Бұдан кішкене сәл басқаша болады. Міне осылай қосып алдық. Әрине, егер сіздер өлшемді дұрыс алып, есептеп барлығын дұрыс сызсаңыздар, сол кезде барлығы да дұрыс шығу керек. Мен сіздерге міне көрсету үшін тағы да фломастермен сызып үстіне көрсетіп жатырмын. Мынау біз енді алдыңғы бөлігі, сол жағымыздағы артқы бөлігі. Қажекейіміздің алдын мысалға біз неше түрлі қылып өзгертуімізге болады. Ойық немесе дөңгелек сияқты қылып, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты болады бұл жерде. Міне. Бірақ мен V-образный қылғанды жөн көрдім, яғни ағылшынша V әрпіне ұқсайды. Мінекей осындай өлшем бізде болды. Енді бұл жерде біз артық тігіске қалдырдық жанынан. Осы не артық 1 сантиметрге артық ала отыра қиып шығамыз барлығын өлшемімізді. Мінекей артқы бөлігі екіге бүктеліп тұрғанда ортасынан сыздық. Міне бұл бүтіндей бір бөлік болады. Ал алдыңғы жақтары екі әр түрлі бөліктерден тұрады. Міне алды бұл. Міне осындай болады. Қажекейіміз жалпы иықтарынан тігеміз. Жалпы олардың қалай тігу керек, тігілу реттерін басқа видеода көрсеттім. Ол туралы сілтемені төменде қалдырып кетемін. Көріңіздер. Негізі ешқандай да қиындығы жоқ. Тек жақсы ниет болып, тезірек бастап кетсеңіздер, қолдарыңызды үйретіп аласыздар. Тәжірибе әр нәрседен алу ешқандай да артық етпейді. Көріңіздер, осындай қажекейлі болыңыздар деп тілеймін. Сау болыңыздар. Менің каналыма жазылып, ұнаса лайк басыңыздар.